Әсем нағыз пысық қыз. Ол сабақта үздік, үйде ата-анасына көмектеседі. Ал сыртта белсенді. Анасына ас дайындауға, үй жинауға, сіңлісіне қарауға жәрдемдеседі. Ол үшін бұл үйреншікті іс. Әсемнің ерекше қасиеті үнемшілдігі. Ол киімін таза, жинақы ұстайды. Кейде бұрынғы киімдеріне аздап өзгеріс енгізіп, жаңаша сән беріп киеді. Бірде анасы оған: "Қызым, жаңа көйлек сатып алайық", деді. "Анашым, қазіргі әлі жақсы, оның орнына үйге керек нәрсе алайық", деп Әсем күлімсіреді. Ақшаны оңды-солды шашуды ұнатпайды. Кейде достары дүкенге барғанда бар тәттілер мен сусындарды алса, Әсем ақшасын сақтап, тек қажет нәрсені ғана алады. Бір күні мектепте үлкен мереке өтетін болды. Мұғалімдер шараға көмектесетін оқушыларды іздегенде, Әсем бірден қол көтерді. Ол сыныптастарын ұйымдастырып, әркімге өз міндетін бөліп беріп, бір залды безендірсе, бірі қонақтарды қарсы алуға дайындалады. "Қымбат шарлар мен ленталар алмай-ақ қояйық", деді Әсем. "Қолда барды пайдаланайық. Мысалы, қағаздан гүлдер жасап, ескі ленталарды үтіктеп қолдансақ болады". Балалар оның идеясын қолдады. Бәрі жұмыла кірісіп, өздері қолдан жасалған әдемі безендірулер дайындады. Мұғалімдер оқушылардың тапқырлығына риза болды. Алайда шараға бір күн қалғанда күтпеген жағдай болды. Мектепке келгенде Әсем мен достары безендірген бұрыштардың бір бөлігі жыртылып, кей жерлерде әшекейлер түсіп қалғанын көрді. Кешкілік терезеден жел кіріп, бәрін ұшырып жіберіпті. "Не істейміз?" деп уайымдады достары. "Уайымдамаңдар, қазір бәрін реттейміз", деді Әсем сенімді түрде. Олар тез арада жұмыстарын қайта жасап шықты. Әсем достарымен бірге соңына дейін еңбек етіп, мерекеге бәрін уақытында дайындап үлгерді. Мереке күні зал ерекше көрікті болды. Мұғалімдер де, ата-аналар да оқушылардың еңбегін мақтады. Ал Әсем болса өз ісінің нәтижесін көріп, қуанышын жасыра алмады. Сол күннен бастап Әсемнің пысықтығы мен үнемшілдігі туралы бүкіл мектеп білді. Оны бәрі мақтан тұтатын болды. Әсем тек мектепте ғана емес, үйде де нағыз қамқоршы. Әрдайым үй шаруасына белсене араласады. Анасына көмектесуді ешқашан ұмытпайды. Туған үйіне деген сүйіспеншілігі оны әрдайым қолдау көрсетуге итермелейді. Әсіресе анасына көмектескенде Әсемнің жүрегі біртүрлі жылап, қуанышқа толады. Әсем үйде тек қана жинап, ыдыс жуумен айналысып қоймайды. Сіңлісінің сабағына тексереді, үй тапсырмаларын орындауына көмектеседі. Анасы көбіне жұмысқа кеткенде Әсем үйдегі барлық шаруаны өзі істейді. Тамақ пісіріп, үйді жинап, гүлдеріне су құяды. Әсіресе кішкентай сіңлісіне көңіл бөліп, оның қолынан келгенше бәріне үлгеруіне қамқор болады. Әсемнің үнемшілдігі ерекше. Киімдерін үнемі таза ұстап, тіпті ескі киімдерін қайта қолданады. Бірде анасы оған жаңа көйлек сатып алуды ұсынған кезде Әсем: "Жақсы анашым, бірақ ескі киімдерді де сақтап, қайта қолдануға тырысамыз. Қажет болғанда бәрін қайта тігіп жаңартып аламыз", деді. Әсем үшін заттарды ысырап етпеу, қажет нәрселерді үнемді пайдалану өмірдің маңызды принциптерінің бірі. Ол әр нәрсеге бағалап, тек қажеттісін алады. Ақшаны да тек үнемдеу жұмсайды, артық шығындардан бас тартады. Оның пікірінше үнемдеу болашақта үлкен жетістіктерге жетудің кілті. Бірде оның сыныптастары дүкенге барғанда барлығы тәттілер мен сусындарды сатып алса, Әсем болса үйінен жейтін заттарды сөмкесінде салып келетін. Бұл қадамын ол былай түсіндірді: "Артық ақша жұмсап, кейін өзімізге керек заттарды ала алмай қаламыз. Сондықтан үнемдеуіміз керек". Әсемнің бұл принциптері оған үлкен әсер етті. Ол үлкендерден үлгі алып, өз өмірінде үнемшіл болуға тырысады. Оның әр ісі, қадамы үнемділік пен жауапкершілікті көрсетеді. Әсем осы қасиеттерінің арқасында барлық айналасындағыларға үлгі бола білді. Анасы бір күні Әсемнің бұл әдетіне шыдай алмай, онымен ашық сөйлесуді ұйғарды. Кешкі ас кезінде ол қызына қарап: "Қызым, сен неге өзіңе бір нәрсе алуға қиналасың? Киімің ескіріп кетті, жаңа бірдеңе алуға ақшаң жоқ емес қой", деді жұмсақ үнмен. Әсем басын изеді де ыңғайсызданып жауап берді: "Ақша бар, бірақ мен оны бекер жұмсағым келмейді. Ертең бір қажет нәрсе болып қалса ше? Бірақ өмір тек жинаудан тұрмайды ғой қызым. Өзіңе де қамқорлық жасауың керек", деді анасы. Әсем үндемеді. Ол бала күнінен ақшаны үнемдеуге үйренген, қажетсіз нәрсеге жұмсауды ысырап көруші еді. Дегенмен анасының сөздері оны ойландырып тастады. Келесі күні жұмыстан қайтып келе жатып, анасы Әсемді ертіп дүкенге кірді. Қызына әдемі сапалы көйлек көрсетіп: "Мынау саған керемет жарасады. Бір рет өзіңді қуантсаң қайтеді", деді. Әсем көйлекке қарап, қолымен ұстап көрді, іші жылып кеткендей болды. Бірақ әдеттегідей: "Қажеті жоқ, менікі әлі жақсы", деді. Анасы күлімсіреп: "Онда бүгін мен саған сыйлық жасайын. Бұл менің ана ретіндегі қалағаным", деді. Әсем
қарсы айта алмады. Көйлекті кигенде айнадан өзін көріп еріксіз жымиды. Бәлкім анасы дұрыс айтқан шығар, өзіне қамқорлық жасауды да үйрену керек шығар. Бірақ бұл оның үнемшілдігін өзгерте ала ма? Анасы таңертең Әсемнің бөлмесіне кіріп сөреге көз тастады. Көйлек сол қалпы тұр, ал Әсем баяғыда ескі киімдерін киіп асыға аптыға сыртқа шығып бара жатты. «Қызым, жаңа көйлегіңді неге кимедің?» деп сұрады анасы көңілі түсіп. «Әлі де бұлай күнделікті киюге қимаймын, анашым. Бір ерекше сәтке қалдырғым келеді», деді Әсем жайбарқат. «Сонда ол ерекше сәт қашан келеді?» деді анасы реніш аралас таңданыспен. «Білмеймін, бір күні», деп Әсем сыртқа қарай асығып кетті. Анасы ауыр күрсінді. Ол қызының үнемшілдігін түсінетін, бірақ оның шектен тыс сақтығы өмірдің мәнін жіберіп алуға себеп бола ма деп алаңдай бастады. Кешке Әсем құрбысымен серуендеп келіп бөлмесіне кіргенде анасы әдейі сөредегі көйлекті қолына алды да қызына қарап: «Егер сен бұл көйлекті киюге қимасаң, онда мен мұны басқа біреуге сыйлаймын. Мүмкін ол адам күнде киіп шын қуанатын шығар», деді байыппен. Әсем селт етті. Бір сәт анасына жалтақтап қарады да, бірақ анасының жүзі байсалды. «Жоқ, бұл менікі ғой», деді ол дауыстап. «Ендеше неге кимейсің? Жаңа киім адамның көңілін көтеру үшін, өзін жайлы сезіну үшін беріледі. Егер сен оны сақтай берсең, бұл көйлекте басқа ұмыт болған заттарың сияқты ескіреді. Сонда сен оны мүлде кимейсің. Өмірді кейінге қалдыра беруге болмайды, қызым», деді анасы мейірімді үнмен. Әсем ойланып қалды. Расында бала күнінен бері талай жаңа заттарды сақтап жүріп, ақыры қолданбай тастағанын есіне алды. Жаңа дәптерлерді жазуға қимағандықтан олар сарғайып кеткен. Ұнатқан киімдері ерекше күнге қалдырып, кейін оларға қызығы басылып кеткен. «Қызық, сен әлі де бұл көйлекті кимеуге бел будың ба?» деп сұрады жұмсақ үнмен. «Иә, анашым, мен әлі де оны сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Ол күнделікті киюге тым жаңа әрі таза», деді Әсем сенімді түрде. Анасы ештеңе демеді. Ол жай ғана басын изеп кешкі асты дайындауға кірісті. Бірақ бұл тақырып Әсемнің есінен кетпеді. Келесі күні таңертең анасы сыртқа шығарда Әсемнің бөлмесіне кірді. Әдетте ол қызының заттарына тиіспейтін, бірақ бүгін өзгеше ойда еді. Ол сөредегі жаңа көйлекті қолына алды да сөмкесіне салды. Сол күні түстен кейін Әсем үйге оралғанда сөресін тексеріп көйлегін таппады. Жүрегі дүрсілдеп анасына жүгіріп барды. «Анашым, менің көйлегім қайда?» Анасы сабырлы қалыппен: «Оны бір таныс отбасының қызына бердім. Ол жаңа көйлек киіп қатты қуанды», деді. Әсемнің жүзі сұрлана қалды. «Бірақ ол менікі еді ғой», деді ашулана. «Сол сені оны кимейсің дедің. Мен де оны бекерге сөреде жатып тоссын деп алған жоқпын. Біреу оны кие алса, неге сол адамға бермеске?» Әсем анасына ашуланып не айтарын білмей қалды. Бірақ ішкі түкпірінде бір ой бас көтерді. Расында, егер өзі кимейтін болса, бұл көйлектің босқа тұрғаны нес? Ол анасына қарсы сөз айтқысы келіп еді, бірақ анасының сабырлы жүзіне қарап сөзін жұтып қойды. Бұл оған үлкен сабақ болды. Ол өз заттарын қалай сақтап, кейін ұмытып кететінін түсінді. Әсем ішінен өзін ақтап алғысы келді, бірақ шындық анасының сөзінде екенін өзі де іштей біліп тұрды. Анасы қызымен алғашында жұмсақ сөйлесуге тырысатын, бірақ Әсемнің үнемі есеп-қисап сұрауы, әр тиынға дейін тексеріп отыруы оны әбден қажытып жіберді. Ол бұрынғыдай емес, үйге жаңа зат алудан жасқанып, кез келген сатып алудан кейін Әсемнің қатаң сұрағына дайындалып тұратын болды. Бір күні анасы ас үйге жаңа ыдыс-аяқ жиынтығын сатып алды. Ескі тәрелкелер мен кеселердің біразы сынып, кейбірі қажалып қалған еді. Бірақ бұл жаңалық Әсемнің ашуын келтірді. «Анашым, бізде бұған дейін де тәрелкелер бар ғой, неге ақшаңды босқа шашасың?» деп ашуланды ол. «Қызым, ескі ыдыстар әбден тозып кетті, кейбірі сынған, кейбірінің беті қажалған. Үйдің жинақы әдемі болғанын мен де қалаймын», деді анасы сабырмен. «Бірақ олар әлі де қолдануға жарамды. Біздікілер құлап быт-шыт болған жоқ қой. Сен осылай босқа ақша жұмсай берсең, ертең шығынға батып қаламыз», деп даусын көтерді Әсем. Анасы көзін жұмып терең тыныстады. Соңғы кезде қызының мұндай мінезі тым шектен шығып бара жатқанын түсінді. Ол үнемдеудің дұрыс екенін білетін, бірақ Әсемнің қаржылық қорқынышы тым шектен асып бара жатқандай көрінді. «Қызым, мен үнемшілдіктен дұрыс екенін білемін, бірақ өмір тек есеп пен қаражат сақтаудан тұрмайды. Кейде өзіңе де жақындарыңа да жайлылық сыйлау да маңызды. Бірақ біз ақша үнемдеуіміз керек. Кейін керек болып қалса ше? Ал егер сол кейін ешқашан келмесе ше?» деді анасы бір сәт үнсіз қарап. Бұл сөздер Әсемге ауыр тиді. Ол анасына таңырқай қарады, бірақ бәрібір өз көзқарасын өзгертуге асықпады. Сол күннен бастап анасы Әсемнің мінезінің себептерін тереңірек түсінуге тырыса бастады. Оның мұндай үнемшілікке не себепті осынша беріліп кеткенін анықтауға бел буды.
Әлде бұл тек әдет пе, әлде оның жүрегінде жасырын үрей бар ма? Анасы осыны анықтаймайынша мәселе шешілмейтінін түсінді. Анасы өткенінде есіне алып жүрегі шаншып кетті. Ол орындыққа үнсіз отыра кетті де көз жасына ерік берді. Бәріне өзі кінәлі екен. Әсем кішкентай кезінде олар қалаға көшіп, жұмыс тауып үй алып аяққа тұру үшін оны ауылда әжесінің қолына қалдырған еді. Ол кезде басқа амал жоқ деп ойлады. Баламыз үшін бәрін жасаймыз деген сеніммен тырмысып еңбек етті. Бірақ сол жылдары Әсемнің қандай сезімде болғанын, қандай қиындық көргенін енді ғана терең түсініп отыр. Әжесі қатал кісі еді. Ол әр нәрсені үнемдеуді қатты қадағалайтын. Артық ысырап қылма, тиыныңды босқа шашпа дегенді жиі айтатын. Үйде азық-түлік болсын, киім-кешек болсын, бәрі есеппен жұмсалатын. Әсем сол тәртіпке бағынды. Ол жаңа киім алғысы келсе де ешқашан сұрамады. Дүкенде әжесімен жүргенде көзі бір затқа түссе де ішкі тілегін сыртқа шығаруға қорқатын. Себебі әжесі бұл не деген ысырапшылдық деп ренжитін. Анасы мен әкесі сирек келетін. Оларды көрген сайын Әсем мәз болып мойындарына асылып, бір сәтке өзін ең бақытты баладай сезінетін. Бірақ қайтадан қоштасар сәт келгенде оның жүрегі қайтадан суық тартып жалғыздыққа бой үйрететін. Анасы сол сәттерді есіне алып еңіреп жылап жіберді. Мен өз баламның жүрегіне қорқыныш еккен екенмін ғой, деді өз-өзіне. Әсемнің тым үнемшіл болуы, ақшаны есептеп, жаңа нәрселерді бас тартуы, мұның бәрі тек әдет емес, жүрегінде қалып қойған жараның белгісі еді. Ол кішкентайынан жоқтыққа дайын болу керектігін үйренген. Ештеңе сұрамауға, барға қанағат етуге, болашақта қиындыққа тап болмас үшін қазірден бастап барынша аз жұмсауға бейімделген. Анасы терең күрсінді. Осылай жалғаса берсе Әсем бақытты бола ала ма? Жоқ, бұл тізбекті үзу керек. Ол қызын үнемшілдіктен емес, өмірден ләззат алуға үйрету керек. Оның жүрегіндегі қорқынышты сейілтіп, өмір тек есеппен емес, шынайы сезіммен сүруге болатынын көрсетуі керек. Анасы көз жасын сүртіп орнынан тұрды. Енді ол қызымен басқаша сөйлесетінін түсінді. Әсемге ақшаның, заттың маңыздылығы емес, өмірдің шынайы құндылығын түсіндіру қажет. Бірақ қалай? Ол мұны асықпай, бірақ нық шешіммен жасауы керек еді. Анасы барынша тырысты. Қанша рет жұмсақ сөйлеп, қанша рет мысалдар келтіріп түсіндіруге тырысса да, Әсем өз әдетінен қайтпады. Киімі әбден тозып, өңі қашып кетсе де жаңасын киюге асықпайтын. Сөмкесі шұрық тесік болғанша ұстайтын. Ескі аяқ киімі жыртылса тігіп алып қайта киетін. Заттары сынды ма, тастамайды. Желімдейді, жамайды, бірақ жаңа нәрсе алуға құлқы жоқ. Бір күні анасы көршінің қызы Аялымды көрді. Ол да Әсеммен қатарлас, бірақ әрдайым өзіне күтім жасап таза әрі жинақы жүретін. Киімі жарасында, жүзі жарқын, ал Әсем болса түгі жоқ адамдай, киімі ескірген, сөмкесі тозған, үнемі тажылық көріп жүрген адамға ұқсайды. Анасының жүрегі тағы бір шаншып кетті. Бірде ол шыдамай қызымен тағы да ашық сөйлесуді ұйғарды. Қызым, сен өзіңді неге сонша азапқа саласың? Киімің ескіріп жыртылып кетсе де жаңасын алғың келмейді. Өмір бойы үнемдей бересің бе? Әсем анасына сабырлы қарап, мен артық шығынды ұнатпаймын. Ескі нәрсе әлі де жарамды болса жаңасын алудың қажеті не? Бірақ сенің бар болғаныңды көрсететін жалғыз ақша емес қой. Өзіңе күтім жаса, өмірден ләззат ал. Сен өмір бойы осылай үнемдей берсең, ешқашан шынайы еркіндікті сезінбейсің. Еркіндік деп ысырапшылдықты айтып тұрсың ба? Жоқ, мен бәрібір өз ойымнан қайтпаймын, деді Әсем қасарысып. Анасы шарасыз еді. Ол қанша тырысса да қызының әдетін өзгерту мүмкін емес сияқты көрінді. Бұл мінез оның қанында бардай еді. Кейде анасы Әсемді аяп кететін. Жастық шағы өтіп бара жатса да өзіне бір сәттік қуаныш сыйлауға да рұқсат бермейтін. Киімі заттары тозып кеткенше ұстай беретін. Өзіне ештеңе қимайтын. Анасы бір нәрсені түсінді. Әсемге қанша айтса да, қанша дәлел келтірсе де, оны өзгертудің бір ғана жолы бар. Ол өмірдің өзі. Bir күні Әсемнің көзін ашатын жағдай болатын анасы жүрегімен сезді. Бірақ ол күн қашан келеді? Анасының ең үлкен уайымы да осы еді. Әсем бұл жағдайда мүлде күтпеген еді. Ол әрдайым өмірін бақылауда ұстаған тырысатын, ал бұл күтпеген оқиға оның жоспарын тас-талқан етті. Ауылда бәрі қызу дайындықпен келінді қарсы алды. Асылжанның әкесі қайрат жоқ, жарқын мейірімді кісі болатын. Ол жаңа түскен келінге қуанып, «Қызым, бұл үйдің берекесін кіргізетін сендей ақылды үнемді қыз керек еді», деп ақ батасын берді. Әсем басында абыржып ештеңе түсінбей жүрді. Бірақ ол ауылда ұзақ болатын, енді бұл отбасының мүшесі екенін түсінді. Жаңа орта, жаңа өмір басталды. Асылжан момын, салмақты жігіт екен. Ол Әсемге бірден қатты көңіл бөлмеді. Бірақ оның қандай адам екенін сырттай бақылады. Қайрат ақсақалды келінін мақтайтын.
осындай үнемді қызға тап болу нағыз ырыс. Шашпа шаштық жоқ, ысырап жоқ. Бұндай қыз қашанда берекенің белгісі. Ауыл адамдары Әсемнің бұл мінезін жақсы қыры деп бағалайтын. Байлық қолында тұрмаса да миында бар деп оны мақтап жүрді. Бірақ үйдің ішіндегі жағдай мүлде басқаша еді. Әсемнің үнемшілдігі бұл үйге тез сіңді. Ол бірден үйдегі кіріс-шығысты есептей бастады. Ас үйдегі азық-түлікті қатаң бақылап, артық нәрсе алдырмады. Киім-кешекке, үйдің заттарына да ақша жұмсауға да мүлде қарсы болды. Тіпті Асылжанның әкесіне де «Ата, мына киіміңіз әлі тозбаған, жаңасын алудың қажеті жоқ» деп ақыл айтатын болды. Кейде бұл үйде кішігірім ұрыс-керіс те болып жататын. Әсіресе Асылжан кейде мұндай шектен тыс үнемшілдікке шыдай алмай кететін. «Әсем, біз тақыр кедей емеспіз ғой, үйге керек-жарақты алсақ несі жаман? Әкем жас емес, оған жайлы нәрселер керек» деп кейде ашуланатын. Бірақ Әсем бәрібір өзінікін дәлелдейтін. «Ертең ақшаның не болатынын білмейміз, қазір үнемдеп үйренбесек кейін қиын болады». Асылжан терең күрсініп қоятын. Ол кейде әйелінің бұл мінезінде түсінуге тырысатын, кейде оған қатты ренжитін. Бірақ ешқашан оған қатты сөйлеп жаман мінез көрсетпеді. Бірде ауылдың үлкендері Асылжанға ақыл айтып, «Келін үнемді екен, бірақ өмір бойы барын есептеп жүре беруге болмайды. Әйел деген тек үнемдеуден емес, жылулықпен де үйге береке әкеледі» деді. Әсемнің бұл мінезін өзгерте ала ма? Әлде өмір оны бір күні өз қателіктерімен бетпе-бет келтіре ме? Асылжан бұл сұрақтарға жауап таппады. Бірақ бір нәрсені түсінді. Әсем тек үнемшіл ғана емес, өз өткенінің тұтқыны сияқты. Бір нәрсе оны осылай үнемдеуге, өмірді барынша есеппен өмір сүруге итермелеп отыр. Асылжан күн өткен сайын ішінен қынжылатын болды. Ол бұрын әйел алған соң үйдің шырайы кіріп, жылы шаңырақ болады деп ойлаған. Бірақ Әсем үйге жылылық емес, суық есепті ала келгендей көрінді. Асылжан үйіне көңіл аударған сайын көңіл құлазып кететін. Қабырғалар әлі де ескі бояумен тұр. Жиһаздар баяғыдан қалған. Анасы барда үйде әрдайым әдемілікке мән берілетін. Перделер, ыдыстар, кілемдер бәрі үйлесімді үйдің көркін келтіріп тұратын. Ал Әсем болса бар дүниені үнемдеумен әлек. «Жаңа перде алайық, мынау әбден ескірді» десең, бұлар әлі де жақсы, жаңасын алу артық шығын деп бет қаратпайды. Қонақ бөлмеге жаңа жиһаз алсақ қайтеді десе, «Мынау да жарайды, сәл жалғаны болмаса мықты ғой». Үйдің сыртын әктеп сырлап жаңартайық десе, бос ақша шашу. Үйдің сылағы мықты болса әдемілікті қажеті жоқ. Әсем үшін бәрі тек пайдасы мен шығынын есептеу ғана болды. Ол тіпті дастарханды да тек қарапайым тағамдармен толтырып, артық нәрсеге ақша жұмсағысы келмеді. Асылжан үшін бұл үйден жылулық жоғалып бара жатқандай көрінді. Ол әйелімен түсінісуге тырысты, бірақ қанша айтса да Әсем өзгермеді. Кейде түнде жалғыз жатқанда Асылжан терең ойға бататын. «Мұндай әйел алғаныма өкінемін» деген ойлар жиі мазалайтын. Ол өзіне жұбай болар адамды өмірге қуанышпен, әдемілікпен қарайтын, үйдің шырайын кіргізетін жан деп елестеткен. Ал Әсем ол мүлде басқа еді. Өмір бойы қараңғы, сұрықсыз үйде үнемдеп өмір сүреміз бе деп ойлайтын. Ол сыртқа шыққанда көрші үйлердің жайнағанын көріп ішінен қызғанып кететін. Достарының үйлері жаңа, таза, сәнді, әйелдері де жарқырап үйге көрік беріп жүреді. Ал оның үйі сұрықсыз. Қанша рет сөйлесуге тырысты, қанша рет жұмсақ жеткізді, тіпті ашуға мініп қатты сөйлеп те көрді, бірақ ештеңе өзгермеді. Әсем баяғынша есептеп қана өмір сүріп жатты. Үйді көрікті ету тек сән үшін емес, адамның жаны үшін керек. Бірақ бұл шындық Әсемнің жүрегіне жетер ме екен? Асылжан бұл сұраққа да әлі жауап таба алмай жүр. Асылжанның шыдамы шегіне жетті. Ол бұлай өмір сүргісі келмейтінін, мұндай қараңғы тіршілікке көзін тұншыққандай сезінетінін түсінді. Ақыры бір кеште ашу үстінде Әсемге бар ойын жайып салды. «Әсем, мен енді шыдамаймын. Сен өмір бойы осылай қараңғы түнекте өмір сүре бергің келсе, өзің біл. Бірақ мен бұлай өмір сүре алмаймын. Үнемдеп қайда жетпекшісің? Ақшаға тоймайтын бәле екенсің. Өзіңмен бірге көрге алып кетесің бе сол жинаған ақшаңды?» Асылжанның даусы жарылып шықты. Ол өмірінде бірінші рет соншалық ашуланып осындай ауыр сөздер айтты. Әсем есеңгіреп қалды. Ол күйеуінің мұншалық ашуланғанын бірінші рет көрді. Іштей, «Мен соншалық жаман адаммын ба?» деп ойланып қалды. «Сен мені түсінбейсің» деді ол ақырын. «Сен өмірді түсінбейсің, Әсем. Өмір тек есеппен өмір сүруден тұрмайды. Әдемілік, жылулық, жайлылық деген бар. Сен тек ақшаңды сақтауды білесің, бірақ өмірден ләззат алуды білмейсің». Әсем үнсіз қалды.
Мен сені жақсы көрдім, отбасын бірге құрамыз деп ойладым. Бірақ сен үйге әйел емес, тек есепші болып келдің. Егер осы мінезіңнен айнымасаң, мен бұл үйде бірге тұра алмаймын. Бұл сөздер Әсемнің жүрегіне ауыр тиді. Ол үнсіз ғана орындықтан тұрып бөлмесіне кіріп кетті. Бірақ бұл жолы оның іші алай-түлей еді. Бұл қалай болды? Ол не үшін осылай өмір сүруге мәжбүр болды? Неліктен ол әдемілікке ұмтылмайды? Неге бәрін үнемдеуге тырысады? Көз алдында балалық шағы әжесінің үйіндегі таршылық, ешкімнен ештеңе сұрамауды үйренген сәттері қайта жанданды. Бәлкім ол өз өмірінің тұтқыны болып қалған шығар. Бұл сұраққа жауап табу керек. Бірақ ол жауап табамын дегенше тым кеш болмаса игі еді. Асылжанның анасының рухына арнап Құран бағыштап Құдайы тамақ беруге бел болды. Бұл анасына деген құрмет үлкен сауапты іс еді. Ол қой сойып қан шығарды, басты үйітіп оны Әсемге жууға берді. Мә, мынаны жақсылап жуып дайында, қонақтарға таза адал ас беруіміз керек, деді ол байыппен. Әсем басын изеп басты қолына алды. Бұрынғы әдетінше қазанның шетінде тұрған ескі қазанның қырғышты іздеді. Ол қанша жыл пайдаланылса да әлі де өз қызметін атқарып тұрғандай көрінетін. Жаңасын алу туралы ойы болмады да. Ол қазан қырғыштың әбден тозып кеткенін байқамады. Оның сымдары үгіліп татпаса бастаған еді. Бірақ Әсем әдетіне басып, осы да жарайды деп басты жуа бастады. Осы кезде сыртта бір шаруамен жүріп келген Асылжан ас үйге кірді. Ол Әсемнің қолындағы ескі тат басқан қырғышты көріп, бір сәтке үнсіз тұрып қалды. Оның жүзі сұрланып, көзіне ыза мен түңіліс қатары үйірілді. Әсем, деді ол даусын қатайтып, сен не істеп жатсың? Әсем сасқалақтап қолындағы қазан қырғышты қарады. Басты жуып жатырмын. Осы тат басқан сымы үгітілген ескі қырғышпен бе? Иә, ол әлі де жарайды ғой. Бір асты жуу үшін жаңасын алудың керегі жоқ. Асылжанның шыдамы таусылды. Сен шынымен осындай адамсың ба? Құдайы тамақ береміз деп отырмыз. Бұл анамның рухына бағышталған ас. Оны осындай тат басқан құралмен жуып қонақтарға ұсынбақсың ба? Әсем ештеңе де алмады. Өз ісінің маңызын енді ғана түсінгендей болды. Сен үшін ақша үнемдеу бәрінен маңызды ма? Тіпті тазалықтың, адамдардың амандығында маңызды ма? Мен тек артық шығын қылғым келмеді, деді Әсем ақырын. Асылжан терең демалды да басын шайқады. Мен бұлай өмір сүргім келмейді. Әсем, сен үшін өмір тек есептен, ақшадан тұратын шығар, бірақ мен үшін емес. Ол артына бұрылып, ештеңе деместен сыртқа шығып кетті. Әсем қолындағы ескі қырғышқа қарады. Осы сәтте ол өзінің шектен шыққанын шын түсінді. Бірақ бәрін өзгерту үшін тым кеш емес пе? Дастархан жайылып, Құран оқылып, қонақтар жайғасты. Бәрі Асылжанның анасының рухына дұға бағыштап, бір сәт үнсіздік орнады. Әсем басты қазаннан алып, таза табаққа салып, оны әулеттің үлкені ретінде өз қайынатасы Қайратқа ұсынды. Қайрат ақсақал аса салмақты, байыпты кісі еді. Ол басты қолына алып бір сәт қарап отырды да терең күрсінді. Жиналған жұрт оған мән бермей, өзара әңгімелесіп жатты. Қайрат ақсақал басты кесіп, бір бөлігін аузына салған сол еді. Кенет көзі шарасынан шығып, екі қолымен тамағын ұстай алды. Бірнеше секундтың ішінде ол жөтеліп, ауа жетпегендей қақалып булыға бастады. Бөлмеде отырған жұрт абдырап қалды. Әке, не болды? Деп Асылжан орнынан атып тұрды. Қайрат ақсақал демала алмай, көзі жасаурап, өңі бозарып бара жатты. Оны жұтқыншағына бірдеңе қадалып қалғаны анық еді. Су әкеліңдер, деп дауыстады бір қонақ. Бірақ жағдай бұдан да қиын еді. Ол қарапайым асқа тұншығып жатқан жоқ. Бірден Асылжан мен бірнеше жігіт жүгіріп келіп, ақсақалдың арқасынан ұрып көмектесе бастады. Бірақ еш нәтиже жоқ. Жедел жәрдем шақырыңдар, деп айқайлады біреуі. Асылжанның өзі не істерін білмей қалды. Ол бірден әкесінің аузына ашып тамағына үңілді. Сол кезде бір жылтыр нәрсе көзге түсті. Жұқа өткір металл бөлігі. Оның жүрегі бірден тас төбесіне шықты. Бұл қазан қырғыштың үгілген сымы еді. О, Құдайым, деп күбірледі ол. Әсемнің өңі қашып кетті. Ол болған жағдайдың енді ғана толық түсінді. Өзі жуған басты ескі қазан қырғышпен тазалаған кезде оның тат басқан сымдарын үгіліп бастың арасына кіріп кеткен. Ал Қайрат ақсақал оны байқамай етпен бірге жұтып қойды. Қонақтар дүрлігіп кетті. Бірнеше жігіт ақсақалды абайлап шалқасына жатқызып алғашқы көмек көрсете бастады. Біреуі дәрігерді шақырды. Бірақ Қайраттың жағдайы ауыр еді. Ол ауа жетпей көгеріп бара жатты. Қайрат ата, біз сізді құтқарамыз, шыдаңыз, деді біреуі. Әсем көзіне еріксіз жас алып, екі қолымен бетін басты. Оның үнемшілдігі енді біреудің өміріне қауіп төндіріп тұр.
Бұл менің кесірім, деді ол солқылдап. Асылжан оған қарауға да шамасы келмеді. Ол тек әкесін құтқарудың қамымен болды. Бәрі бір сәтте төңкеріліп кетті. Бұл жолы Әсем өз ісінің салдарына шын түсінді, бірақ бұл түсінік тым кеш оянған еді. Қайрат ақсақал ауыр азаппен жан тапсырды. Жұтқыншағына қадалған металл сымдары оны тұншықтырып, соңғы демін шығаруға мүмкіндік бермеді. Жиналған жұрттың көз алдында ол жан тәсілім етті. Бұл көрініс Асылжанның жанын жаралап, оны есінен таңардай күйге түсірді. Ол әкесінің қозғалыссыз қалған денесін құшақтап айқайлап жіберді. Қонақтардың бәрі шошып, кейбірі дауыстап жылап жатты. Біреулер жедел жәрдем қайда, мұндай қасірет қалай болды, деп абдырап бір-біріне сұрап жатты. Ал Әсем, ол орнынан қозғала да алмады. Оның көз алдында бір ғана көрініс тұрды. Қайын атасы оның қолынан жасалған тағамды жеп, сол үшін көз жұмды. Қолдары қалтырап, көзі шарасынан шығып, жүрегі дүрсілдеп тұрды. Ол не істерін, қайда қашарын білмеді. Асылжан басын көтеріп жындана қарады. Оның көзінен ыза, қайғы, шарасыздық, өшпенділік қатар көрінді. Әсем, сен жындысың. Ол жерден атып тұрып, аш қасқырдай ырсылдай сөйледі. Мен сені үйге әйел болсын, береке әкелсін, жылулық әкелсін деп алдым. Ал сен тек жамандық әкелдің. Сен менің әкемді өлтірдің. Асылжан бір сәтке есінен адасқандай күйде болды. Ол Әсемге қарай атылып, оны қылқындырардай жақындады. Сенің үнемшілдігің мен сараңдығың адам өлтіретін деңгейге жетті. Асылжанның жан айқайы бүкіл үйді дүр сілкіндірді. Ол ашу мен қайғыдан өзіне ие бола алмай, екі көзі қанталап Әсемге атылып бара жатты. Егер туыстары дер кезінде ұстап қалмағанда, ол шын мәнінде оны өлтіріп қоюы мүмкін еді. Сен менің әкемді өлтірдің, деп айқайлады ол. Туыстары әрең ұстап тұрса да оған жетуге тырысып. Әсемнің тізелері дірілдеп жерге отыра кетті. Ол өзінде не болғанын, бұл сұмдықтың қалай орын алғанын түсіне алмай тұншыға жылап жатты. Бірақ Асылжан тоқтаған жоқ. Мен сен үшін барымды салып жұмыс істедім, ақша таптым, бәрін жақсылыққа жұмсаймыз деп ойладым. Ал сен ше, барлығын үнемдеймін деп жүріп, ақыры әкемнің жаназасына жинапсың да. Адам ақшаны өзінің көрегіне жақсылыққа жинайды. Сен сияқты өлі тиын санап, бүкіл өмірін босқа қор етпейді. Сенің кесіріңнен әкем өлді. Оның даусы күшейе берді. Көзінен жас парлап тұрды. Көзіме көрінбе, жоғал. Әке-шешеңе барып, бәлкім сені жындыханаға жатқызар. Олар да осыны істерсің бәлкім. Әсем есінен танып қалатындай күйде еді. Оның жүрегі атқақтап, тынысы тарыла бастады. Жоғал, сен мен үшін өлдің, деді Асылжан соңғы рет айқайлап теріс айналды. Әсем тізерлеп отырды да көз жасын көлдетіп еңіреп жіберді. Ол қайда барарын, енді не істерін білмеді. Өзінің үнемшілдігі ақыры оның ең үлкен қайғыға ұрындырды. Туыстары Әсемге, қызым, енді сенің бұл үйде қалуың мүмкін емес, деді ақырын. Әсем жауап бере алмады. Ол өз кінәсін толық сезінді. Ол үйден кетті. Көз жасына ерік беріп, қараңғы көшеде келе жатты. Бірақ оның ойында бір ғана сұрақ тұрды. Мен қай жерден қателестім? Бірақ бұл сұрақтың жауабы оған бәрін қайтармайтынын түсініп келе жатты. Бұл оқиғадан хабар алған әке-шешесі алдынан шығып, қызын көлікке отырғызып алып кетті. Әсем үшін бұл соққы тым ауыр болды. Ол өмір бойы үнемдеуді, барды сақтауды ғана ойлап келді. Бірақ ақыры бұл әдет оның қолынан ең қымбат нәрсесін, жанұясын, бақытын, ақыл-есін тартып алды. Атасының өлімін, оның жанын жеп бара жатты. Әсіресе Асылжанның соңғы айтқан сөздері оның санасында күн сайын жаңғырып тұрды. Сен мен үшін өлдің. Ол өзін қайғының, кінәліліктің тұңғиығына тастады. Адамдардың көзқарасы, айыптау сөздері, өзін-өзі жегідей жеуі, бәрі оның сана сезімін тұмшылады. Ол шын мәнінде есінен адасты. Ақыры әке-шешесі оны жындыханаға жіберуге мәжбүр болды. Олар үшін бұл өте ауыр шешім болды. Бірақ басқа амалы жоқ еді. Әсем өз-өзімен сөйлесіп, күн сайын бір сөздерді қайталап, кейде тіпті жылап, кейде еш себепсіз күліп отыратын. Мен ешқашан ысырап қылған жоқпын. Мен бәрін дұрыс істедім. Қазан қырғыш жаңа болу керек еді, бірақ ол әлі де жарайтын еді. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалады. Ол енді бұрынғы Әсем емес еді. Оның санасын өкініш, қорқыныш, өзіне деген ашу мен түңіліс жайлаған. Ал Асылжанның өмірі қалай өзгерді? Әкесін жерлегеннен кейін ол көпке дейін өз-өзіне келе алмады. Бірақ уақыт өте келе ол қайтадан өмірін қалпына келтірді. Бірнеше жыл өткен соң ол басқа бір қызға үйленді. Бұл әйел өмірді сүйетін, өнімді болса,
үнемді бола тұра барды бағалай білетін жан еді. Ол үйдің сәнін келтіріп, жылулық пен мейірім сыйлады. Асылжанның үйі өзгерді. Бұрын қараңғы әрі суық болған бөлмелер енді жарық пен жылулыққа толды. Үйдің іші жаңарды. Әдемі жиһаздар, жайлы перделер, таза дастархан бәрі үйлесімді болды. Өмір бірте-бірте гүлдене түсті. Асылжан бір нәрсені түсінді. Адам өмірде сараңдыққа салынып, жоқ деп жылана берсе, шынымен де жоқшылыққа тап болады. Барды бардай жаратып, бүгінгі күнмен өмір сүрген абзал. Бұл өмірдің ең үлкен сабағы еді. Ал Әсем ол енді бұл өмірдің қуанышын сезіне алмайтын жанға айналды. Оның үнемдеп жинаған ақшасы, сақтаған дүниелері оның жанұясында да ақыл есінде сақтап қала алмады. Кейде артық үнемдеу нағыз жоқшылықтың бастауы болатынын Әсем өз өмірімен дәлелдеді. Бірақ бұл түсінік оған тым кеш келді, және де бұл өмірін күл-талқан етті.